Армысыздар, құрметті достар. Менің атым Серікбаев Сырым, және бүгін біз философия ғылымы турасындағы хабарларымыздың топтамасын ашқалы жатырмыз. Бұл хабарларда мен философия деген не және оның мәні неде екендігі туралы қысқаша және нақты айтып беремін. Сіз тыңдаған ақпаратыңыз сізге пайдалы болады деп сенемін. Философия ерекше ғылым. Оның пәрмені мен мәні дүниеге көзқарасы методологиясында. Ол ұлттық шеңберде немесе белгілі бір ағым аясында тоқталып қалмайды. Философия қашанда бүкіл адамзат табысы, баршаға ортақ рухани жеміс, әлемдік өркениеттің, рухани мәдениеттінің ажырамас бөлігі. Философия дүниеге көзқарас қалыптастыратын ғылым. Қандай да бір адам болмасын, ол дүниеге белгілі бір көзқарасын өмір сүрмейді. Өмірді танып, бұны арқылы адам белгілі қорытындыға келеді. Қабылдайды, теріске шығарады, қолдайды, ұнатпайды. Міне философияның методологиялық дүниеге көзқарастық рөлі деп осыны айтамыз. Философия адамзат дамуының қайнарынан бастау алатын ғылым. Ол біздің заманымызға дейінгі мыңжылдықтың басында дүниеге келді. Сол кезден бастап ол үнемі даму үстінде. Адам баласының ой-өрісі кеңейген сайын философияда тереңдей түсті. Философия дін емес, ол нақты фактілерге жүгінеді. Сондықтан философия басқа ғылымдар сияқты қашанда объективтік факторларға сүйенеді. Басқа ғылымдар сияқты оның заңдары мен категориялары бар. Философия дін мен ғылым екеуінің арасындағы дәнекер дейтін көзқараста кездеседі. Әрине, философия өз алдында ғылым. Ол ең алдымен дүниетанымдық, теориялық, методологиялық ғылым. Философия бүкіл әлемді, оның басты салалары, табиғат, қоғам, адам санасын тұтас құбылыс ретінде алып, оның жалпы заңдылықтарын ашады. Объективтік шындық жөнінде белгілі қағидалар жүйесін қалыптастырады. Сол мақсатқа жетуде ол басқа ғылымдар сияқты қоғам тарихында өз орны бар ғылым ретінде өмір сүреді. Философия ғылымның заңдылықтары басқа ғылымдар заңдылықтарын жоққа шығармайды. Өйткені оның заңдары басқа ғылым заңдарын бірдей қамти алатын жалпы қасиетке ие. Солармен қатар және бірге өмір сүреді. Кейбір әдебиеттерде философия бұдан 2500 жыл бұрын грек жерінде дүниеге келді делінген. Бұл біздің заманымызға дейін 5 ғасыр шамасы. Ол Афина демократиясының гүлденген дәуірі, философияның әбден қалыптастырған заманы. Ол кезде философия материалистік және идеалистік, диалектикалық және антидиалектикалық бағыттардың ара жігіні ашылып, әбден айқындала бастаған еді. Шынында, философия одан әлде қайда бұрын шығыс елдерінде дүниеге келді. Ең алғашқы дүние танымдық пікір мифология түрінде пайда болды. Философтарды ойландыратын мәселелер қашанда мыналар болатын. Дүние қалай құралған? Рухани материалдықтар қалай қалыптасқан? Шындық деген не? Адам өмірінің мәні не? Дүние мәңгі не? Философия осы сияқты дүниетанымдық сұрауларға жауап іздеді. Данышпан ғалымдар
философия туралы мынадай сөздер қалдырған. Пифагор: бақыттың артынан жүгірме, ол үнемі өзінде жатыр. Платон: сабырлық әрбір даналықтың негізі. Цицерон: даналыққа деген сүйіспеншілік философия деп аталады. Сенека: жақсылық пен жамандық туралы ғылым тек философия пәнін құрайды. Шекспир: философия бақытсыздықтағы тәтті сүт. Фрэнсис Бэкон: философиядағы үстірт адам санасын атеизмге, ал тереңдігі дінге бағыттайды. Франческо Патриций: философия дегеніміз даналықтың зерттеу. Сонымен данышпандар айтқандай, философия бұл ақиқатқа сүйене отырып, шындықты түсіну. Осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды жүргізген Серікбаев Сырым. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.